Баршаңызға сәлем. Түрік тілінің А2 деңгейінің бірінші дәрісі bir varmış, bir yokmuş. Belirsiz geçmiş zaman. Geçmiş zaman бұл өткен шақ. Түрік тілінде өткен шақтың екі түрі бар. Бұлар belirli geçmiş zaman және belirsiz geçmiş zaman. Belirli geçmiş zamanның жалғаулары д, ди, ду, дөй болатын. Мұны қай кезде қолданамыз? Өткен шақта өзіміз көрген бір нәрсе жайлы айтқан кезде. Егер оны өз көзімізбен көрсек, онда belirli geçmiş zaman немесе görülen geçmiş zamanda айтамыз. Соның жалғауларын жалғаймыз. Ал егер біз өткен шақта болған бір іс-әрекетті басқа біреуден естіп, сол естігенімізді айтатын болсақ, онда осы belirsiz geçmiş zamanның жалғауларын жалғаймыз етістікке. Мұны belirsiz geçmiş zaman немесе duyulan geçmiş zaman деп айтамыз. Görülen geçmiş zaman дегеніміз өз көзімізбен көрген өткен шақ, duyulan geçmiş zaman болса, естілген, естіген өткен шақ. Belirsiz geçmiş zamanның жалғаулары mış, miş, muş, müş. Мысалдарын оқиық. Affedersiniz, yanlışlıkla sizi aramışım. Кешіріңіз, қателесіп сізге телефон соғып қойыппын. Басқа біреуден естіген нәрсеміз жайлы, немесе өзіміз білмей жасап қойған нәрсеміз жайлы айтқанда да осы belirsiz geçmiş zamanды қолданамыз. Annem rüyasında beni görmüş. Anam түсінде мені көріпті. Біз оны қайдан білдік? Анамыздың өзінен естіп, одан кейін барып соны айтып тұрмыз. Yeni saç modelin çok yakışmış. Güya ona haber vermemişiz. Maşallah, hiç yaşlanmamışsın. Bak bakalım, yemek pişmiş mi? Hiç kimse itiraz etmemiş mi? Міне бұл жерде барлығында соңғы буындағы дауысты дыбысқа қарай жалғанды. А, ыдан кейін mış, иден кейін миш, удан кейін muş, үден кейін müş жалғанады. Belirsiz geçmiş zamanды көбінесе өткен шақта болған және басқа біреуден естіген нәрсеміз туралы айтқанда, одан бөлек жаңа айтып өткеніміздей, өзіміз білмей жасап қойған бір нәрсе туралы айтқанда, немесе бір нәрсені көріп, таң қалған кезде қолданамыз. Ал енді imek eyleminin rivayeti дегеніміз не? Imek eyleminin rivayeti деп тұрғанымыз, бұл да дәл осы belirsiz geçmiş zamanның мағынасын білдіреді. Мұның да жалғаулары mış, miş, muş, müş. Ал егер дауысты дыбыстан кейін жалғанатын болса, алдына кайнаштырма харфі әрпі қойылады. Екеуінің айырмашылығы не? Мағыналары бір, айырмашылықтары belirsiz geçmiş zamanның жалғауы етістікке жалғанады. Ал imek eyleminin rivayeti деп тұрғанымыз дәл сол мағыналарды білдіру үшін, бірақ есім баяндауышты сөйлемдерде есім сөздерге зат есім, сын есім, есімдік деген секілді есім сөздерге жалғанады. Мысалы, burası eskiden tiyatro binasıymış. Бұл жер бұрын театр ғимараты екен. Бұл сөйлемде етістік жоқ. Біздің жалғауымыз ғимарат, яғни бина деген сөзге жалғанып тұр. Бірақ бұл жерде де өткен шақта болған, басқа біреуден естіген bir нәрсемізді жеткізген кезде қолданып тұрмыз. Ne kadar da inatçıymışsın. Onun en yakın arkadaşıymışsınız. Bak, o kadar da zor değilmiş. O anda evde hiç kimse yokmuş. Sor bakalım, bu saate kadar neredeymiş? Adamın adı Niyazi değil miymiş? Міне бұл сөйлемдердің барлығында ешқандай етістік жоқ, барлығы есім баяндауышты сөйлемдер. Біздің mış, miş, muş, мүшіміз есім сөздерге жалғанып тұр. Бірақ мағынасы дәл мына belirsiz geçmiş zamanдағы секілді. Яғни басқа біреуден естіген, не болмаса біз білмейтін бір нәрсе туралы айтқан кезде қолданамыз. Ал енді мына мысалдарды орындайық. Tamamlayalım, толықтырайық, аяқтайық. Бұл жерге belirsiz geçmiş zamanın жалғауларын жалғауымыз керек.
Sebebi toplamak, binmek, barışmak, park etmek, gelmek, yakışmak ve unutmak bular yetістіктер. Және осы етістіктерге, фииллерге біз мыш, миш, муш, мүшті жалғауымыз керек. Видеоны осы жерде тоқтатып, жаттығуларды жасап алыңыздар. Одан кейін әрі қарай жалғастырып, дұрыс жауабын көресіздер. Міне сөйлемдеріміз осылай болуы керек. Seni yaramaz. Yine odanı toplamamışsın. Бұл жерде ма деген болымсыздық жалғауы бар. Сөйлемімізде не дейді? Seni yaramaz. Әй бұзық, тағы да бөлмеңді жинамапсың, топламамышсың. Болымсыз болғандықтан маны қойдық. Одан кейін белгісіз geçmiş заманның жалғауы мыш және сен деп екінші жақты айтып тұрғандықтан екінші жақтың жіктік жалғауы сын жалғауын жалғадық. Ne kadar dikkatsizim. Yine yanlış otobüse binmişim. Selçuk ve Ayşegül hala barışmamışlar mı? Beyefendi, arabanızı yanlış yere park etmişsiniz. Tam zamanında gelmişiz. Hemen oturalım. Yeni saç modelimi beğendin mi? Yakışmış mı? Seni daha erken arayacaktım ama unutmuşum. Әрі қарай жалғастырамыз. Yerleştirelim. Мына жерде 6 сөйлем бар, және жоғарыда 6 сөз бар. Осы 6 сөздерді тиісті орындарға қойып, бұл сөздерге жалғауларды жалғауымыз керек. Бірақ бұл жерде имек eğiliminin rivayeti. Дәл сол мышты, мыш, миш, муш, мүшті жалғаймыз, бірақ бұл жерде етістіктерге емес, есім сөздерге, зат есімдерге, сын есімдерге жалғауымыз қажет. Видеоны тоқтатып, жаттығуды орындаңыздар. Бұл сөйлемдер міне осындай болуы керек. Melahat Hanım ve Çetin Bey de buradalarmış. Davetliler listesinde bizim adımız yok muymuş? Ferit'in yanındaki sarışın kız nişanlısı değil miymiş? Dedem gençken köyün en yakışıklı delikanlısıymış. Feride Hanım, siz de ne kadar meraklıymışsınız. Bizimkiler şu anda turistlerle birlikte Sultanahmet Meydanı'ndalarmış. Ya sizler de осылай дұрыс жасадыңыздар деп ойлаймын. Әрі қарай жалғастырамыз. Eşleştirelim. Мына жерде 7 сөйлем бар. Сөйлемнің бірінші бөлігі мен екінші бөлігін сәйкестендіруіміз керек. Мысалы, біріншісі, bakıyorum da hemen arkadaş olmuşsunuz. Әрі қарай екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші сөйлемдер қалай жалғасып, қалай аяқталуы керек. Міне сәйкестендіріңіздер. Видеоны тоқтатып, жасап болғаннан кейін әрі қарай жалғастырып, жауаптарыңызды тексересіздер. Бұл жаттығуымыз осылай болуы керек. Bak, bu fotoğrafta çok sevimli çıkmışsın. Kazayı ucuz atlattık. Çok şanslıymışız. Asel ile Aycan sınavdan yüksek puan almışlar. Evin kapısı açıkmış ama içeride kimse yokmuş. Onlar beni görmüşler ama ben onları görmemişim. Dünya Kupası final maçını 2 milyardan fazla insan izlemiş. Бұл жердегі izlemiş, görmemişim, çıkmışsın, almışlar, olmuşsunuz. Bunlar belirsiz geçmiş zaman, yani duyulan geçmiş zaman. Al yokmuş және şanslıymışız. Бұл imek eyleminin rivayeti. Міне мына жерде қыз күлесіне байланысты бір аңыз бар. Осы аңызды оқып, мына қызылмен боялған жалғауларға назар аударыңыздар. Осылардың қайсылары belirsiz geçmiş zamanının жалғауы, қайсылары imek eyleminin rivayeti. Қараңыздар, көріңіздер және жаттап алыңыздар. Екеуінің де мағынасы бірдей, тек қана belirsiz geçmiş zamanның жалғауы бұл етістікке жалғанады, ал imek eyleminin rivayetini bildirетін мыш, миш, муш, мүш
Bular yesim sözlerge жалғанады. Kız Kulesi. Bir zamanlar İstanbul'da çok güçlü bir imparator varmış. Ülkesi cennet gibiymiş. Hazinesi doluymuş. Ordusu büyükmüş ama kendisi de güzel karısı da çok mutsuzmuş. Çünkü çocukları yokmuş. Bir gün ülkedeki bütün büyücüleri çağırıp onlardan yardım istemişler. Büyücüler hep birlikte bir iksir hazırlamışlar ve imparatorun karısı bu iksiri içtikten sonra hamile kalmış. Sonunda bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Bebeğin 1. yaş gününü büyük törenlerle kutlamışlar. Şenlikler düzenlemişler ve havai fişekler patlatmışlar. Bütün fakirlere yemek vermişler. Saraydaki kutlamalara büyücüleri de çağırmışlar ama içlerinden birini unutmuşlar. O büyücü bu duruma çok kızmış. Saraya gidip herkesin içinde "Prenses 18 yaşında ölecek. Onu bir yılan öldürecek" diye bağırmış. İmparator çok kızmış ama aynı zamanda da çok korkmuş. Büyücüyü en ağır şekilde cezalandırmış. Daha sonra kızını korumak için denizin ortasına küçük bir saray yaptırmış. Küçük kızı yıllarca bakıcılardan başka hiç kimse görmemiş. Yıllar geçmiş, kız büyümüş. 18. yaş gününde babası ona bir sepet üzüm göndermiş. Sepetin içine bir de altın kolye koymuş. Fakat sepetin içindeki yılanı fark etmemiş. Genç kız sevinçle sepeti almış. Üzümlerden bir tane yemek istemiş ama tam o sırada yılan genç kızı sokmuş ve öldürmüş. O günden sonra denizin ortasındaki bu küçük saraya Kız Kulesi adını vermişler. Mine mынау Kız Kulesi деген İstanbul'da теңіздің ортасында орналасқан не екен? Кішігірім бір сарай. Осы Kız Kulesi'nin tarihine байланысты осындай бір аңыз бар екен. Біліп жүріңіздер. İstanbul'a барсаңыздар, міндетті түрде Kız Kulesi'ne барып көрулеріңізге кеңес береміз. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Nazarlarınızға рахмет. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.